Сәлем достар, бүгін біз жобагерлерге болмаса жобалауды, фотошопта жобалауды енді үйреніп жүрген, болмаса компьютерді енді үйреніп жүрген адамдарға айтатыным, әдетте фондық суреттер, болмаса бір суреттер керек болған жағдайда Google'дан іздейміз. Осы жерде және суреттің сапасы ең тұнық, болмаса размеріне қарап, оның түсіне қарап, Google'дан қалай іздейміз. Осыны қысқаша ғана көрсетейін. Мысалға фондық сурет background картинки. Міне көріңіздер, көптеген фондық суреттер. Төбесінде инструмент дегенді басамыз. Сосын қазір мына жерде бүйтіп, мысалы мышканы апарғанда ғана қазір өлшемі көрініп жатыр. Показать размер десек, барлық суреттердің өлшемі шығып тұрады. Уақытына қарай, типіне қарай, сосын суреттің түсіне қарай, яғни реңіне қарай іздеуге болады. Мінекей. Бұл жерде де мысалы кейбір суреттер тегіс етуге қолданысқа берілген. Енді оны өзіңіз ақтарып көресіз. Ал размерде бұл жерде ең жоғары, ең өлшемді, ең тұнық суретті осы арқылы табуға болады. Мысалы 1600-ден 1200, 2000 дейді. 1600-ден 1200 көрейік. Міне, ең тұнық, сапасы жоғары суреттер. Жақсы достар, мен Естен Ербол, каналға жазыламыз.